Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін, өте оңай, тез дайын болатын қайнатылған еттен салат жасайтын боламыз. Ең алдымен қиярымызды 3 бөлікке бөліп, осындай ұзынша жалпақ етіп турап аламыз. Помидорымызды осылай майдалап тураймыз. Бәрін бірінен соң бірін ыдысымызға саламыз. Қайнатылған сиыр етін үлкендеу қылып, қияр құсап жалпақтап етіп тураймыз. Өте дәмді салаттардың бірі болып шығады. Барлығын кезек-кезек турап табағымызға салатын боламыз. Одан кейін бізге керегі салатный лист, салат жапырағын алып, осылай ірілеп тураймыз. Оны да табағымызға саламыз. Аскөктен бізге кинза керек болады. Кинзаның бас жағын жіңішкелеп, жапырақтарын ұзынша етіп турап, табағымызға оны да саламыз. Салаттың дәмін келтіретін бұл жерде чеснок. 3 дана чесногымызды чеснокодавкадан өткіземіз. Үстіне кориандр, паприка, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз және де үстінен қыздырып май құямызды араластырамыз. Бұл біздің салатқа қосатын соусымыз. Үстінен 1 қасық алма шырынын және де 6 қасық соевый соус қосамыз. Бәрін салатымыздың үстіне құйып, салатымызды араластырамыз. Салатымызды араластырып болғаннан кейін бетін жауып 10 минутқа қоямыз, соусы сіңгенше. 10 минуттан кейін салатымызды дәмін көреміз. 10 минуттан кейін салатымызды алып, ыдысымызға салып, дастарханға қоя береміз. Салатымыз дайын, дәмі өте ерекше, басқа салаттарға ұқсамайды, өте тойымды, әдемі көрінеді бұл салат. Егер видео сіздерге ұнаса, Қайрат Фарида каналына подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер.